Сәлем достар, бүгін сіздерге түймедақ тұнбасының пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен каналыма жазылып алыңыздар. Түймедақ гүлі өт жолына тас байлану, тұмау, бас ауруына қарсы ем. Өсімдіктен алынған эфир майы жүйке жүйесін әлдендіріп, ми тамырларын кеңітеді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, өтті жүргізеді және тәбетті ашуға көмектеседі. Бұлшықеттің де жұмыс қабілетін арттырады. Түймедақтың гүлінен жасалған дәрілердің жел шығаратын, қабынуға қарсы әсер ететін, тер шығаратын, ауырған жерлерді тыныштандыратын, бұлшықеттердің тырысуына қарсы әсер ететін қасиеттері де баршылық. Сонымен қатар қан тоқтататын, микробты жоятын, өт айдайтын дәрі ретінде де кеңінен қолданылады. Халық медицинасында өсімдік гүлдерінің тұнбасынан жасалған дәрілерді асқазанның, тоқ-ішектің қабынуын, бауырдың, бүйректің, қуықтың ауруларын емдеу үшін пайдаланады. Тамақ бездері мен тіс түбіндегі еттер қабынғанда ауызды және тамақты шаяды. Түймедақты шаштың қайызғағын кетіру үшін де пайдаланады. Суық тигенде 2 шай қасық түймедақ гүлін 300 грамм суға қайнатып, 4 сағат бұқтырып, тұнба жасау арқылы пайдалануға болады. Тұнбаны ертелі кеш астан бұрын ішу қажет. 2 ас қасық гүл үгіндісін 1 стақан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат жабық ыдыста бұқтырып алып, ішіңіз. Бұл тұнба асқазан ауруына көмектеседі. Бел ауырса, түймедақ гүлін ұнтақтап, тұзы жоқ сары майға араластырып, белге жағуға болады. Тер шығаратын дәрі ретінде 1 стақан гүл үгіндісін қайнап тұрған суға салып, 40 минут бұқтырып алып қолданады. Тұнбаны сүзіп, ыстықта ішкен дұрыс. Егер асқазаныңыз мазалап жүрсе, түймедақтың тұнбасын әзірлеп ішіңіз. Ол үшін 2 ас қасық ұнтақталған түймедаққа 1 стақан ыстық су құйып, жарты сағат тұндыру керек. Тұнбаны жылы күйінде ашқарынға содан соң жатар алдында пайдаланған жөн. Ұйқысыздық ең қауіпті әрі мазасыз ауру. Оған дер кезінде емдік шараларын қарастырмаса, ауруларының санын көбейтіп, асқындырып алатыны сөзсіз. Ұйқысыздық ауруының ең тиімді әрі қолжетімді емі түймедақ шайы. Бұл шай адамның жүйкесін, миын тынықтырады, санасын сергітеді. Ем үшін күнде ұйқыға жатардан алдын 1 шыны түймедақ шайын ішіңіз. Нәтижесіне таң атқанда таң қаласыз. Бұлшықет ауырған кезде түймедақ шайы көмектесе алады. Әсіресе ауыр еңбекпен айналысқанда, дене жаттығуларын жасағанда бұлшықетке күш түсіп ауыра бастайды. Осы кезде 1 шыны түймедақ шайын ішуге кеңес береміз. Сол сәтте-ақ денеңіз балқып ауырғаны басылады. Тұмау ауруына шалдыққан кезде дереу дәрі ішпеңіз. Орнына түймедақ шайын демдеңіз. Шайдың құрамындағы бактерияға қарсы заттар суықты емдеп, тұмаудан айықтырады. Түймедақты шай ретінде мезгілсіз ішудің ешқандай зияны жоқтығын ескеріңіз. Диабетке шалдыққан кез келген науқас дәрігердің бақылауында болады. Оны не ішіп жейтіні, қандай дәрі қабылдайтыны тек дәрігердің рұқсатымен болады. Десе де бірде-бір дәрігер диабетке шалдыққан науқасқа түймедақ шайын ішуге тыйым салмайды. Өйткені бұл шайдың тап осы ауруға шипа болатын қасиеті бар. Түймедақ шайы қандағы қанттың мөлшерін реттейтін қабілетке ие. Тері саулығына да түймедақ шайы жауап бере алады. Ал түймедақ тұнбасымен теріңізге тоник жасасаңыз, нәтижесі керемет болады. Түймедақ тұнбасы қабынуды емдейді, микробты өлтіреді, теріні антиоксидантпен қамтиды. Сонымен қатар көздің айналасындағы қара дақты кетіреді, тіпті тыртықтың да ізін жоғалта алады. Ал аллергияның әсерінен теріңізде өзгерістер болып жатса, онда уақыт оздырмай түймедақ шайын ішуді бастаңыз. Шашты қуаттандырады. Шаш сұлулықтың тақырыбы, алайда оның ағаруы, түсуі де денсаулыққа тікелей қатысты. Егер сіз сұлулыққа сән беретін шашыңыздың қайраттылығын уайымдап жүрсеңіз, онда түймедақ шайының көмегіне жүгініңіз. Шашыңызды сусабынмен жуып тазалаған соң, түймедақ шайымен шаясыз. Сонда қайызғақтан құтыласыз.
бас терісіндегі бөртпе, жараларды жояды, шашқа әдемі өң беріп, дәруменмен қамтамасыз етеді. Демек, 1 литр түймедақ тұнбасымен шашыңыздың саулығын жақсартып алуға мүмкіндік бар екен. Достар, алғашында түймедақты шөп үгіндісі ретінде сатып алатын едік, ал қазір 1 рет қолдануға ыңғайлы етіп пакетпен сатылатын болды. Бұл кез келген уақытта, кез келген жерде қолдануға ыңғайлы болмақ.